Ассаламағалейкум. Бүгін осы видеода мен сіздерге CG-ді таныстырып өтемін. CG дегеніміз не? CG дегеніміз негізі компьютер графикс дегеннің қысқартуы. CG деп солай аталады. Ал бұл CG-дің негізгі жалпақ тілмен айтылғанда компьютерлік графика деп түсінсеңіз болды. Мысалы, мына Adobe-дің Photoshop сол бір CG программ деп түсінсеңіз болды. Мысалы, Autodesk-тің Maya 3D Max деген программдар бар. Соның барлығы CG программға жатады. Қысқасы, мына компьютерға графикалық тұлғаны қондыралайтын программның барлығы CG программ деп түсінсеңіз болды. Бұның 2D-сі бар, 3D-сі бар дегенде. Мысалы, бағана алдында айтқандай Photoshop ол 2D графикалық программға жатады. Ал Maya 3D Max деген ол 3D CG программға жатады. Ол әр салаға қарай ұқсамайды. Ал енді CG-ді қандай салада қолданады? CG-ді қолданған ең үлкен екі сала бар. Біріншісі құрылыс, екіншісі болса кино, анимация дегендей. Осы екі салада ең көп қолданып жатқан. Бұрынғы кезде құрылыс саласындағы көптеген жұмыс қағаз бетінде 2D арқылы бітетін. Бұл бір 3D құрылысты 2D қағаздың бетіне түсіріп, оны халыққа түсіндіру өте қиын болатын. Көптеген халық оны түсінбейтін. Сол себепті CG деген өте қажетті болды құрылыс саласында. Оны кәдімгідей салып болған түрін халыққа тікелей көрсеткелі болады. CG графиканың бір жақсы жері 2D жобаны 3D қылып көрсеткелі болады. Бұл құрылыс саласы үшін өте жақсы бір жаңалық десек болады. Мысалы, SketchUp құрылыс саласында ең көп істетілген программдардың бірі. Ал киноға келетін болсақ, CG технологияның жоғарылауына қарай кино саласында үлкен бір өзгеріс болды. Жалпы мына кино саласы 2D-дан 3D-ға көшті десек болады. Бұрынғы кино болсын, анимациясы болсын, барлығы жүйелі түрде 3D CG-ға көшті. Мысалы, мына видео эффект дейміз. Осы эффект деген негізгі арғы тегі CG. Көптеген кинода мына бомбаның партлағаны, ғимараттың құлағанның барлығын эффект деп айтады. Оның арғы тегі негізі CG-ға жатады. Неге десе, құрылыстың жасалуы, бомбаның партлағаны барлығы компьютердің CG программ. Мысалы, Maya 3D Max деген осындай CG программдармен жасалады. Содан барып видеоға қояды. Мысалы, Terminator 2 деген кино, ол 91 жылы. Осы кинода тұңғыш рет CG эффекттер қолданған. Уақыт ақырын 2010 жылға келгенде Аватар деген бір кино шықты. Осы киноның ішінде басынан аяғына шейін 90% видео өте жоғары деңгейдегі CG программмен жасалған. Сол себепті де сол жылы осы Аватар үлкен бір жеңістікке жетті десек болады. CG технологиясы тек қана киноларда ғана емес, анимацияда да өте үлкен бір жетістікке жетті десек болады. Мысалы, Disney мен Pixar. Осы екі компания жүйелі түрде 2D-дан 3D-ға көшті десек болады. Неге Disney мен Pixar 2D-дан 3D-ға жүйелі түрде көшеді? Бұның себебі не? Бірінші себеп, халық 2D-ға қарағанда 3D-ға қызығады. Екінші себеп, 2D анимацияны жасау 3D анимациядан қиын. Таңғалатын шығарсыз, 2D анимация қалайша 3D анимациядан қиын болады деп. Мысалы, 2D анимацияның әрбір секундын бір рәсім қылып сызып отырасыз. Сол себепті 1 сағаттық 2D анимация фильм жасалу үшін аз дегенде миллионға жақын рәсім сызу керек. Ал 3D анимацияда ондай проблем жоқ. Сіз тек қана карактердің 3D моделін жасап болған соң жүргізесіз, секіртесіз, өзіңіздің ойлағаныңыздай қозғалтып фильмге түсіре берсеңіз болды. Ол 2D-ға қарағанда әлде қайда тез болады. Бірағында CG-ді барлық нәрсеге істете берсек те болмайды. Мысалы, кейбір жерде
CG'de істеткелі болмайды. Керісінше өте қымбат болады. Бір алманың ағаштың үстіне жер бетіне түскенін жасайтын болсаңыз, ол өте қымбатқа түседі. Өйткенше сіз төте камерамен бір алманың түскенін тартып алған әлде қайда арзанға түседі. Осындай жағдайда CG програмның керегі жоқ десек болады. CG програмның керекті болатын жері біз адам заты істей алмайтын, мысалы қаланы топан су басады деген осындай жерде CG-де істеткелі болады. Ал өте қарапайым жерде CG-де істету өте қымбатқа түседі. Видеоның ең соңында CG-дің бизнесі қалай деген сұраққа байланысты бір-екі ауыз сөз айтып жіберейін. CG-дің бизнесінің ең жақсы дамыған жері Жапония мен Америка. Мысалы, алдында айтқан Аватар осы CG саласындағы ең жақсы бір үлгі десек болады. Жапон мен Американың CG саласындағы ақша айланымы неше триллион долларға жетті десек болады. Және де неше миллиондаған адам осы салада жұмыс істеп жатыр. Және жақсы ақша тауып жатыр. Ал Қазақстанға келетін болсақ, CG саласы қалай, жақсы ма, жаман ба дейтін болсақ, жаман емес, бірақ ойлағандай жақсы да емес десек болады. Орталау. Және де ары қарай дамытуға болады. Мысалы, фильмнің тең жартысы сырттан келеді, сатып аламыз. 70-80% анимацияны сырттан сатып аламыз. Соншама миллион ақша беріп, сырттан анимация сатып алғанша, сол миллиондаған ақшаны өзімізге жұмсасақ неге болмасқа? Неге өзіміз анимацияны жасап, өзіміздің анимациямызды өзіміздің баламызға көрсетпеске деп. Осындай бір ниетпен осы видеоны түсіріп сіздерге ұсынып отырмын. Келесі видеода мен сіздерге CG программдарды түсіндіріп өтемін. Каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Видеоны соңына шейін көргеніңізге рахмет.